Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 92-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде бірінші подписаться батырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды, түсінбеген сабақтарыңды, тақырыптарыңды қарап, өздерің сабақтарыңды жасай аласыңдар, балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін құстар туралы не білемін, жіктеу есімдігі деген тақырыпты өтетін боламыз. Мәтіндегі негізгі ойды анықтай аламын. Жіктеу есімдіктері туралы білемін. Мәтінді оқы дейді. 38-ші жаттығу. Бозторғайдың ерлігі. Бозторғай ертелі кеш балапандарына жем тасумен жүрген еді. Күн сәскеге таяғанда жем алып, ұясына ұшып кеткен бозторғай бір қатердің үстінен түсті. Қара шұбар жылан тілін сумаңдатып, ұясына жақындап қалыпты. Балапандары ауыздарын ашып, шыр-шыр етеді. Бозторғай ұя мен жыланның аралығына келіп қонды. Мына сорлы қайтеді? Жан керек болса, былай тұр жолымнан, деді жылан басын көтеріп. Сен менің балапандарымды жемексің. Қалайша мен саған жол бермекпін? Жоқ, ол болмас. Онда өзіңді жеймін. Жей алмайсың. Не дейсің? Бозторғай жыланға қыр көрсетті дегенді кім естіген? Кім естісе, ол естісін. Мен балапандарымды тастап кете алмаймын. Одан да өзімнің өлгенім жақсы. Онда кел бері, түс аузыма. Аш аузыңды. Жылан аузын ашып көзін жұмды. Бозторғайға керегі де осы еді. Жыланды шап беріп, екі аяғымен басынан мықтап бүріп, көтеріп әкетті. Бозторғай шырқай ұшып, тө биіктен жыланды жалпақ тастың үстіне тастап жіберді. Сонан соң жер бауырлай ұшып, оның парша-паршасы шыққанын көрді де жөніне кетті. Бозторғай бұл ерлікке балалары үшін барған еді. Әлдихан Қалдыбаев. Енді балалар, бізге астында тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларға жауап берейік. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Мәтіндегі негізгі ойды анықта, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер қай сөз табының орнына жұмсалып тұр дейді. Енді балалар, бізге бірінші мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар деп тұр. Яғни балалар, біз мынандай сұрақтар қойсақ болады. Бірінші, бозторғайдың ұясына қандай жылан жақындап қалған еді? Екінші, жылан нені жемекші болады? Үшінші, бозторғай жыланды қалай алдап балапандарын қорғап қалады? Осындай балалар сұрақтарды қойып, сендер парталастарыңның сұрақтарына жауап бересіңдер. Енді балалар, мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Мәтіндегі негізгі ой, балалар, адам болсын, құс болсын, барлық тірі тіршілік иесі өздерінің балаларын қорғау үшін барлық қауіпке дайын тұрады деген ойды бізге жеткізіп тұр екен, балалар. Енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой дейді. Бұл жерде балалар, қарамен жазылған сөздер сен, мен және ол сөздер. Яғни балалар, сен сөзі бізде кім деген сұраққа жауап береді. Мен сөзі де кім деген сұраққа жауап береді. Ол сөзі де бізде кім деген сұраққа жауап береді екен. Енді балалар, бұл сөздер қай сөз табының орнына жұмсалып тұр дейді. Бұл сөздер балалар бізде зат есімнің орнына жұмсалып тұр екен. Балалар, осылай балалар жауаптарымызды жазып қоямыз. Мен, біз, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктері деп аталады. Жіктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі екен, балалар. Осылай балалар ережені есімізге сақтап аламыз. Бұл бізде алда өте қажет болады. Енді келесі бізде балалар 39-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті жіктеу есімдіктерінің бірін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Яғни балалар, мына жерде бізде жіктеу есімдіктер түсіп қалған. Сол жіктеу есімдіктерін қойып, біз сөйлемдерді толықтай дәптерімізге көшіріп жазуымыз керекпіз. Одан кейін балалар, бізге есімдіктердің қай жақта тұрғанын айт дейді, балалар. Енді бірінші осы сөйлемдегі түсіп қалған есімдіктерді, жіктеу есімдіктерін қойып жазып алайық. Бірінші, құстар күзге қарай жылы жаққа ұшып кетеді. Олар көктемде қайтып оралады. Екінші, мен құстарға ұя жасап қоямын. Үшінші, сен кешікпей кел. Енді балалар, бұл жердегі есімдіктер қарамен беріліп тұр, қарамен жазып қойдым. Олар, мен және сен сөздері. Енді бұл жерде балалар, олар сөзі бізде үшінші жақта тұр екен. Көпше түрде үшінші жақта тұр екен. Енді мен
жіктеу есімдігі бұл жерде балалар жекеше түрде бірінші жақта тұр екен, иә. Келесі балалар бізде сен жіктеу есімдігі екінші жақта тұр, жекеше түрде тұр екен, иә балалар. Осылай балалар дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. Енді келесі бізде балалар 40-шы жаттығу. Оқып, белгілері бойынша құс атауларын тап дейді. Яғни балалар мысалы айтатын болсақ, иілген, ұзын мойынды, ақ қауырсынды, халық келі санайтын құс, бұл қандай құс екен біз жазуымыз керекпіз. Яғни бізде құстардың атауларын тауып, орнына қойып жазуымыз керекпіз. Мысалы балалар біріншісі, иілген, ұзын мойынды, ақ қауырсынды, халық келі санайтын құс аққу екен, иә. Келесі мойны ұзын, сирағы сидиған ірі жыл құсы. Бұл бізде тырна. Жарға қанатты, түнді ұшатын құс жар қанат. Ұзын тұмсығының астында қалтасы бар су құсы бір қазан екен. Жем талғамайтын, көбінесе өлексемен қоректенетін, түсі қара құс құзғын екен. Орманда, бақта жүретін, даусы әдемі, кішкентай әнші құс бұл екен. Келесі, өзінің атын атап үн шығаратын, түсі ала, көктем құсы бізде көкек екен. Осылай балалар дәптерімізге жазып аламыз. Енді келесі бізде балалар 41-ші жаттығу. Жұмбақты жатқа жазып, шешуін тап дейді. Ұшқаны қызық жалпылдап, өзі сондай қарқылдақ. Есімдікті тап, оның қай сөз табының орнына жұмсалып тұрғанын айт дейді. Енді балалар бұл жерде бірінші жұмбақты жаттап аламыз, иә? Одан кейін шешуін табамыз. Бірінші жұмбақты осылай жазамыз, иә, жаттағанымыз бойынша. Ұшқаны қызық жалпылдап, өзі сондай қарқылдақ. Бұл бізде балалар жауабы қарға екен, иә? Енді есімдікті тап деп тұр. Бұл жерде есімдік балалар өзі деген сөз екен, иә? Бұл бізде балалар зат есімнің орнына жұмсалып тұр, себебі өзі деген кім немесе не деген сұраққа жауап береді, иә балалар? Осымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінің жаттығуларын, математиканың есептерін бірге талдап жасайтын боламыз балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.